Қайырлы күн достар, ең дәмді әрі ауызда еритін шоколадты печенье десертін ұсынамын. Бұл десерттің дәміне риза боласыз. Міндетті түрде пісіріп көріңіз. Печеньені блендерге салып ұнтап аламыз. Ал сіздер өз қалауларыңызбен печеньеге түрлі дәмін беріп тұратын дәндерді қосып жасасаңыздар болады. Енді ұнтап алған крошкаға сары майды ерітіп алып, құйып араластырамыз. Арнайы формаға салып, жан-жағын аккуратны жинап, ортасына дөңгелек пішін қалыптастырамыз. Енді жарты сағатқа холодильникке салып, қатырып аламыз. Енді құятын шоколад ганаш массасын дайындаймыз. Майға шоколад қосып ерітіп аламыз. Еріген ганаш массасын печенье ортасындағы дөңгелек пішініне құямыз. Мінекей осылай құйылған шоколад үстіне өз қалауларыңызша түрлі дәндермен безендірсеңіздер болады. Мен асқабақ дәнімен безендірдім. Енді дайын печеньемізді 1 сағатқа холодильникке салып, шоколад ганаш қатып болғанша. Мінекей шоколад печеньеміз дайын, өте дәмді болып шықты. Дайындап көріңіз, сізге сөзсіз ұнайды. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.